Қайғы қасірет. Тұрмысқа шығып, арадан бір жұма өтер өтпей, жолдасым қатты ауырып қалды. Дене мүшесі қимылдамай, төсекке таңылды. Бәріне сабыр қылып, 15 жыл төсекте жатқан жолдасыма құлдай қызмет қылдым. Басымнан не деген сынақ, не деген ауыр күндер өтті. Қиналып тұрсам да енемнің зар қақсатқан тілі жауырыныма өгіздің терісінен өрілген қамшыдай қайта-қайта тиетін. Бірақ бәріне сабыр қылдым. Сүйген жарыма ең мықты жұбай болу үшін бәрін көтердім. Жүрегімнің түбінде Алла сөзсіз түрде шипа береді. Бермей қоймайды, өйткені мен Алладан сұрап жатырмын. Бір күні айығып, орнынан тұрады деген сеніммен жүрдім. Ішімнен Алла құдіретті. Бір күні біз ойламаған тараптан жолдасыма шипа беріп, екі аяғына тұрып, ең мықты күндерді өткіземіз деген үмітпен амал жасай бердім. Міне, 15 жылдан кейін Алла жолдасыма шипа беріп, қолдары аяқтары қимылдап, екі аяғына тұрып жүре бастады. Ата-анасы, туыстары қуанды, бірақ олардың ішінде ең қатты қуанғаны мен болдым. Өзімнің ойымша аурудан аяқты бұйырса, балайымызды бір жерде өткізерміз деген оймен міндет қылмай одан сайын қызметімді жасай бердім. Осы арада ашығын айтсам, жолдасымның алдында әдемілену дегенді бір жола ұмытыппын, тіпті өзімнің денсаулығыма да қарамаппын. Жолдасым аяғына тұрып, өзі тамақ жеп, достарымен араласып жүргеніне 2 айдай болыпты. Ол мені өзінің қызметкері секілді көріп қалған, себебі шалқасынан жатқан күйінде 15 жыл мен оның үлкен дәретінде, кіші дәретінде тазалап, тамағын беріп, киімін жуып, қызмет еткенмін. Бір ретте енем мен күйеуім менің демалуыма уақыт бөлген емес. Бұл шын. 5 уақыт намазда, намазымды бітіріп, зікір айтып жатқанымда ұзағырақ айтып, сол жерде Аллахпен сырласып, жылап алатынмын. Бір күні жолдасым үйден ертемен шыққан күйі кешкі тамаққа бір келді де, бәріміз дастархан басында отырсақ, ата-анасына қарап, менде бір жаңалық бар, мен үйленем деді. Алдына келіндеріңіз кемпір сияқты қарайып қалған деді. Бәрі басын төмен салып үнсіз қалды. Бұл сөз мені екіге қақ бөлгенде қатты тиді. Баяғы 15 жыл ауырып жатқан кездегі қылған қызметімді бір тиынға да бағаламады. Осындай өте ауыр сөз айтты. Енді менің орныма өзіңізді қойып көріңізші. Осыншалық қорландым, осынша кемсітілдім. Көзімнен аққан жас саулап, не тұрарымды, не отырарымды білмедім. Жаным ақырын шығып, өзімді өліп бара жатқандай сезіндім. Бір жұмадай уақыт өткен соң, бәрін тастап, бір ғана шарт, талағымды қазір бересін деп күйеуіме батырып айттым. Киім-кешек, барлық заттарымды, етімді жұлып жеген енеме және қайынсіңлілеріме қалдырып, осылардың барлығы сіздердікі дедім. Ағама телефон соғып, оны шақырдым. Ол көлігімен келді. Мен үйден жылап шығып бара жатқанда, туыстарым саусағын күйеуіме кезеп, қор боласың сен. 15 жыл құлдай қызмет еткен келіншегіңнің қадіріне жетпедің, сен басқаның да қадіріне жетпейтін ақмақсың деп, менің жылағаныма қосылып, олар да жылап қалды. Ата-анасы да бастарын төмен салып, менімен әрең қоштасты. Дүние тар болып кетті. Ағамның көлігіне жақындап қалғанымда, көзінен аққан жас сақалынан төмен тамшылап алдымда бір адамның тұрғанын сездім. Ақырын басымды көтеріп қарасам, алдымда біз тұрған ауылдың қадірлі имамы тұр екен. Ол маған, айналайын қызым, сабыр ет, сабыр қыл қызым. Әлемдердің рабысы болған Алла жөнінде жақсы ойда бол. Алла сені бұдан да мықты, адамдар тамсана қарап тұрған жерге алып барып қояды деді. Мен жаңадан тірілгенде, тура айтасыз, уақыт өтісімен Алла мені бақытты қылады дедім де, ағамның көлігіне отырып жөнеліп кеттім. Ағамның үйіне келдім. Аллаға шүкір, бет-жүзіме денсаулығыма уақыт бөліп, біраз келбеттеніп, жасарып қалдым. Көп уақыт өтпей ағам маған бір жұмыс тауып берді. Шынымды айтсам, көп уақыт өтпей десем сіздерге, 1 ай не 2 ай уақыт сезіліп жатса керек, жоқ, 2 жыл өтті. Жақсы бір жұмысқа орналастым. Айлық табысы жақсы, таза, хиджабыма, намазыма тыйым салмайтын жұмыста істеп жүрдім. Бір күні жұмыстағы құрбы қызым телефон шалып, егер мені ақыреттік досым деп санасаң, онда менің айтқанымды жасайсың деді. Сөзіңнің басын ашып айтсаңшы дедім. Жоқ, айтқанымды орындайын десем ғана айтам деді. Жақсы, келістім десем, қазір сенің үйіңе бір жігіт барады. Жақсылап ағаң екеуің қарсы алыңдар. Ағаң оны біледі, ағаңның досы. Сенің қолыңды сұрауға бара жатыр деді.
Естіген құлағыма өзім сенбедім. Енді тұрмысқа шығам ба мен деп ойланып отырсам, есіктің қоңырауы соғылды. Ағам есікті ашты. Үйге ұзын бойлы бір жігіт кірді. Танысып, оның жасы 40-та екенін білген соң, не үшін 40-қа дейін үйленбей жүрдіңіз деп сұрақ қойдым. Ол басын төмен салған күйі маған қарауға ұялып, көзімен жерге ұзақ қарап отырып қалды. Көп жерге бардым, көп қыздардың қолын сұрадым, бірақ менің бір ауруымды білгендігі себепті олар маған тұрмысқа шығудан бас тартты. Қандай ауру деп сұрадым, ол мен балалы бола алмаймын деді. Мен де сұраған сұрағым үшін өкініп қалдым да, ағамның жанында үнім шықпай көпке дейін жерге қарап отырдым. Іштей өзіме бәрібір дүниенің рахаты үйлену екен, үйленейін деп шештім. Мейлі, балалы болмасам да күйеуімді жоғарғы деңгейде құрметтеп, сүйіп өтуге дайынмын дедім. Ол ақырын ғана даусымен, егер келіспеймін десең, саған өтініш, менің балалы бола алмайтынымды өзің ғана білсең, басқа адамдарға айтпасаң саған өтінішім осы деді де, орнынан тұрып есіктің тұтқасынан ұстап, енді ғана үйден шыға бергенде, мен сіздің ұсынысыңызды қабыл алдым дедім. Осы сөзімді естігенде дереу менің алдыма жүгіріп келіп отыра қалды да, алақанымен бетін жауып жылады. Мен сол жігіттің жылағанын, мен сізге тұрмысқа шығамын деген сөзге осыншалық бақытты екенін көріп, қосыла жыладым. Баяғы көрген қорлық сол көз жастарымен бір жола шығып кетті. Арада бір ай өтпей, мықты ұстаздар ақыл кеңестерін айтып, некемізді қиды. Тойымыз сүндетке лайықты жоғарғы деңгейде өтті. Тұрмысқа шыққанына бір ай өтер өтпестен жолдасым жұмыстан қуанышты келді де, мені қатты құшақтап маңдайынан сүйіп, қуанышты бір хабарым бар, сүйіншіге не бересің деді. Қалағаныңды беремін деп көзімді жұмып тұрсам, ақырын қалтасынан бір парақ қағазды алып маған берді. Дәрігерлерден бе жақсы хабар ма десем, ашып көр деді. Ашып көрсем, жолдасым екеумізге Умраға жолдама келіп тұр. Қатты қуандым. Қуанғаным соншалық тоқтамай жылап, жас балаша күйеуімнің мойнына асылып алып еркеледім. Сізден Алла разы болсын дегеннен басқа еш нәрсе айта алмадым. Осылайша екеуміз Умраға аттанып кеттік. Осындағы рахат, осындағы ғибадат, осындағы сәжде, осындағы көз жас. Тауаф қылып жүргендер қатты жылағаным соншалық, ең көп жылап жатқан менмін деп ойладым. Бір күні жолдасыма қарасам, ол да көз жасымен көкірегін сулап қойыпты. Не үшін жылап жатсыз деп едім, басын төмен салып тұрып қалды. Саған өтініш, сенің дұғаң маған қарағанда тезірек қабыл болады. Осы жерде Алладан перзент сұрайық деді. Қағбаның есігінің алдына келіп, я Робби, сен перзент бересің, ең бақытсыз отбасыдан ең бақытты отбасына қосқаннан кейін перзентті де бересің, сен берушісің деп жылай бердім. Умрамыз бітті, үйге қайттық. Менен асқан бақытты адам жоқтай. Жолдасымды жақсы көруім бұрынғыдан басқаша. Білмеймін, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес сияқты. Өміріміз бұрынғыдан басқаша өтіп жатты. 6 айдан кейін қатты ауырдым. Күйеуім қорқып дәрігерге алып барды. Жүрегімді тексертті, басымды тексертті. Дәрігерден дәрігерге барып жүрдік. Ақыры бір дәрігер бізге қарап тұрып, бастарына көп қиыншылық өтіпті, дұрыс па деді. Дәрігер қалай біліп қойды деп ішімнен ойландым. Ақырын жолдасының қолын қысып тұрып, келіншегінің бойында 3 айлық сәби бар, құттықтаймын деді. Күйеуім қуанғаннан сол жерге құлай кетіп маңдайын сәждеге қойып еңкілдеп жылады. Оған мен де қосылдым. Дәрігерге қарап, басымыздан қиыншылықтың көп өткенін қайдан білдіңіз дедім. Сонда дәрігер, өйткені сені тексергенімізде көрініп тұр, көптен бері балалы бола алмай жүр екенсің деді. Шығарымызда Аллаға шүкір етіңдер, Алла өмірлеріңе береке берсін, денсаулықтарыңды мықты етсін, балапандарыңа мықты тәрбие беріңдер деп бізге тіке қарап жымиып тұрып қалды. Мен де күйеуімді түсінген жоқпыз. Балапандарыңа деп қайта қайталады. Дәрігер ақырын келді де қолын жолдасының иығына қойып, қазіргі жасаған сәждең Аллаға шүкіршілік қой, дұрыс па деді. Сонда күйеуім, иә, Аллаға шүкіршілік, өйткені менде балалы болуға мүмкіндік жоқ болды деді. Дәрігер, егер мен саған бір сөз айтсам, қысқа етіп жасап қойған сәждең үшін Алладан ұяласың деді. Түсінбей қалдым. Дәрігер бізге жымиып тұрды да күйеуіме қарап, келіншегінің ішіндегі бала егіз деді. Сонда күйеуім қайтадан сәжде қылып, бас көтермей ұзақ уақыт сәждеде жылап жатты. Екеуміз қуанған күйі үйге қайттық. Үйге келіп ойланып отырып,
бұрынғы жолдасымның үйінен талақ алып шығып келе жатқандағы имамның сөзі есіме түсті. Қызым, Алла жөнінде қандай ойдасың? Алла сөзсіз маған перзент береді, мені жақсы күйеуге кездестіреді, мені мықты отбасына қосады деген ойда болсаң, онда сен сөзсіз түрде жеңіске жетесің дегені ойыма оралды. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өмірден өтерден 3 күн бұрын Алла туралы жақсы ойламастан араларынан ешкім о дүниеге аттанбасын деген хадисін оқып ұзақ ойландым.